Баршаға сәлем. Бүгін 126 сабақтың есептерін орындаймыз. Сабақтың тақырыбы қорытындылау. Бұл сабақта радиусы бойынша шеңбер және дөңгелек саламыз. Бірінші тапсырма дәптеріңде орында деген. Кесінділердің қайсысы шеңбердің радиусы болатынын жаз. Диаметрі ше. Дәптеріңе берілген шеңбердің радиусынан 2 см артық шеңбер сыз деген. Мына жерде сызба беріліп тұр, шеңбер берілген. Бұл жерде шеңбердің радиусы қайсы деп тұр. Шеңбердің радиусы ОА кесіндісі шеңбердің радиусы. Ал диаметр бұл шеңбердің центрінен өтіп, шеңбердің екі нүктесін қосатын кесіндіні айтамыз. Сондықтан бұл жерде диаметрі КФ. Енді дәптерге берілген шеңбердің радиусынан 2 см артық шеңбер сызатын болсақ, мынаны өлшеп аламыз, радиусын ОА кесіндісі қаншаға тең екендігін. Сосын оған 2-ні қосып, келесі шеңберді сызамыз. Дәптерге берілгеннің бәрін жазып аламыз. ОА радиус болады, КФ диаметр, R1 2 см-ге тең болса, екінші біз сызатын шеңберімізге 2-ге 2-ні қоссақ, 4 см болады. Демек, мына әзір сызатын шеңберіміздің радиусы 4 см-ге тең. Міне осылай сызып қоямыз дәптерге. Екінші тапсырма дәптеріңде орында деген. Бұнда қажетті өлшемдерді жүргіз және дәптерге сызба сыз. Біз бұл жерде шеңбердің диаметрі АМ болады, ал радиусы ОМ немесе ОА. Осыны өлшеймізді, шеңбер сызып аламыз. Сосын мына О1 М нешеге тең екенін өлшеп аламыз да, осы жерден, мына жердегі М нүктеден өлшеп, ішіне қарай шеңбердің, мына жерге циркулдың инесін қойып, кейінгі келесі шеңберді сызамыз. Дәптерге сызып алдық, яғни бірінші шеңбердің, үлкен шеңбердің радиусы ОМ 1 см 7 мм-ге тең екен. Ал екіншісі О1М бұл 6 мм-ге тең екен. Енді АМ диаметр нешке тең дейді? Оны диаметріміз 3 см 4 мм-ге тең болады. Міне осылай көріністе сызып аламыз. Үшінші тапсырмада дәптерге орындау керек. Шеңберлердің радиусын өлшеу, оларды әртүрлі центрден сіздейді. Демек, мына жерде бір центрден 3 түрлі шеңбер сызған, міне радиустері әртүрлі. Осыны біз жеке-жеке шеңбер етіп сызуымыз керек. Бірінші шеңбердің радиусын өлшейміз, одан кейін екінші шеңбердің радиусын өлшейміз, одан кейін үшінші шеңбердің радиусын өлшеп сызамыз. Міне біз ішіндегі ең кіші шеңбердің радиусын өлшедік. Бұл 10 мм екен, яғни 1 см деген сөз. Міне осылай сыздық. Екінші шеңберіміз радиусы 14 мм екен. Міне бұны да сызып алдық. Үшіншісінің радиусы 18 мм екен. Оны да бұлай сызып қойдық. Төртінші тапсырма есептерді шығар. А. Көгалдандыру мекемесінің жұмысшысы 6 сағатта 90 метр көгал орамын төсеуі тиіс. Ол 1 сағатта жоспар бойынша күтілгеннен 3 метр артық төседі. Ол бұл жұмысты қаншалықты жылдам жасады? Дәптерге берілгенін жазып аламыз. Демек, ол 6 сағатта 90 метр көгал төсеу керек екен. Қанша төсеу керектігін үлкен М-мен белгіледік. 6 сағатта Т1 дедік. Бірақ ол деген 1 сағатта жоспар бойынша күтілгеннен 3 метр артық төсеген. Ол бұл жұмысты қаншалықты жылдам жасады? 6 сағатта орындау керек болған, бірақ ол 3 метр артық істеп, 3 метрден артық істеген әр сағатта. Оны қанша сағатта істегені белгісіз. Демек, біріншісіне қарағанда мұны екінші қанша сағатқа жылдам жасады деп сұрақ қоямыз. Және ол сағатына неш метр төсегенін табу үшін М1 және М2-мен жазып қойдық. Енді біз бірінші М1-ді табу үшін, яғни барлық орамды уақытқа бөлеміз. 90-ды 6-ға бөлсек 15 метр. Демек, 1 сағатта 15 метрден төсеу керек болған. Бірақ ол одан оншадан төсемеді. Ол сағатына 3 метрден артық төседі. Олай болса, М2-ні табу үшін біз 15-ке 3-ті қосамыз. Бұл 18 метр болады. Демек, сағатына ол 18 метрден төсепті. Енді уақытты табуымыз керек.
Енді сағатына 18-ден болса 90 метрді неше сағатта төседі? 90-ды 18-ге бөлеміз, 5 сағат шығады. Демек, ол 5 сағатта 90 метр төсеп тастапты. Өзі 6 сағатта төсеу керек болған. Демек, ол қанша сағатқа жылдам жасағанын табу үшін Т1-ден Т2-ні азайтамыз, яғни 6-тан 5-ті азайтамыз, 1 сағат болады. Жауабы 1 сағатқа жылдам жасады. Төртінші есептің әсі. Автокөлік пен автобустың арасы 60 км, автокөлік 70 км сағат, ал автобус 50 км сағат жылдамдықпен қозғалды. Автокөлік олар жылдамдықтарын өзгертпеген жағдайда неше сағаттан кейін автобусты қуып жетеді деген. Автокөлік пен автобустың арасы 60 км болса, бұл жол, демек еспен белгілейміз. Ара қашықтығын 60 км, ес 60 км-ге тең. Автокөліктің жылдамдығы 70 км сағат В1 дейміз, ал автобустың жылдамдығы 50 км сағат екен, В2 болады. Енді олар жылдамдықтарын өзгертпеген кезде неше сағаттан кейін дейді автокөлік автобусты қуып жетеді деген. Олай болса жақындау жылдамдығын тауып аламыз. Бірінші В1-ден В2-ні азайтамыз. 70-тен 50-ді азайтсақ 20 км сағат. Бұл жақындау жылдамдығы. Енді уақытты табу үшін ара қашықтықты жақындау жылдамдығына бөлеміз. 60-ты 20-ға бөлсек 3 сағат. Жауабы автокөлік 3 сағаттан кейін автобусты қуып жетеді. Төртінші есептің бысы. Қалалық сенбілікке әрқайсында 22 адамнан 128 бригада және әрқайсында 55 адамнан 14 жұмысшылар тобы қатысты. Сенбілікке барлығы неше адам қатысты? Берілген жазып 128 бригада 22 адамнан қатысқан, ал 14 топ 55 адамнан қатысқан. Барлығы қанша адам екенін табу үшін 128-ді 22-ге көбейтеміз, 2816. Бұл 128 бригададағы адамдар саны. Ал 14-ті топты 55-ге көбейтеміз, 770. Бұл осы 14 топтағы жұмысшылар. Ендеше енді барлығы қанша қатысқан білу үшін осы екеуін қосамыз. 2816-ға 770-ті қосатын болсақ 3586. Жауабы сенбілікке барлығы 3586 адам қатысты. Бесінші тапсырма, тапсырманы орында. Диаметрі 5 метр гүлзардың пішіні дөңгелек, оның ені 1 метр болатын шыммен дөңгелете қоршап шықты. Гүлзардың диаметрі қандай болып өзгерді? Мына жерде гүлзар көрсетіліп тұр. Ені 1 метр болатын шыммен дөңгелете қоршап шықты дейді. Гүлзардың диаметрі қандай болып өзгерді? Диаметрі өзі 5 метр екен. Демек, мына жақада кірпіш жаңағы шыммен қоршаған болсақ, мына жер 1 метр, мына жер 1 метр, 2 метр болды. 5-ге 2-ні қоссақ 7 метр болады. Демек, гүлзардың диаметрі 7 метр болып өзгереді. Дәптерге осылай өрнектеп жазып қоямыз. Алтыншы тапсырма, дәптеріңде орында деген өрнектердің бірін қағаз бетіне салып көр. Мына жерде 4 шеңберді сызып, шеңбердің ішіне 4 шеңбер сызған. Яғни диаметрі мына үлкен шеңбердің радиусіне тең болған шеңберлер сызған. Ал мына екіншісінде шеңбердің ішіне 4 бұрыш сызып алған. Міне көріп тұрмыз. Осы 4 бұрышты шеңбердің диаметрі етіп алған. Осылай орналастырып 4 жағынан сызған, сонда осы тәрізді гүл келіп шыққан. Өздерің дәптеріңе орындап көрулеріңе болады. Жетінші есеп, сызбасын сал, есепті шығар. Периметр 200 метр болатын тік төртбұрыш пішінді хауыздың бұрыштарына 4 оқушы келіп тұрды. Жаттықтырушы хауыздың бір шетіне жүзіп барып, оқушыларды өзіне шақырды. Барлығы ең қысқа жолмен жүзіп барды. Болат 30 метр, Серік 60 метр, Әлият 40 метр жүзді. Төртінші оқушы қанша метр жүзді? Есептің берілгенін жазып аламыз. Хауыздың периметрі 200 метрге тең екен. Болат 30 метр, Серік 60 метр, Әлия 40 метр жүзіп барған болса, төртінші оқушы қанша метр жүзгенін табу үшін 200-ден мына үшеуінің жүзген жолыны қосамыз. 30-ға 60-ты 40-ты қоссақ 130 болады. 200-ден 130-ды азайтсақ 70. Төртінші оқушы 70 метр жүзген болады. 8-ші тапсырма, есептеуді орындап өрнектерді салыстыр. Бұл жерде біріншісін салыстырып көрейік. 523 көбейту 241, 522 көбейту 241. Бұл жерде екеуі де
Екі жақта да бірдей көбейткіштер бар екен. Міне 241, ал енді екіншісін салыстырып көремін. 523 көбейту болғандықтан 523 және 522 екен. Қайсысы көп болса, артық болса, сонысы үлкен болады. 523 артық, демек 523 200 көбейту 241, 522 көбейту 241-ден артық немесе үлкен. Қалғандарында солай есептеп жазып барсақ болады. Мына жерде 892-ні 12-ге көбейтуіміз керек екен. Ал мына 6 көбейту 2-ге көбейтуіміз керек екен. Бәрі 12 болады. Бұл тең. Ауызша орындап барсақ болатын салыстыру екен. Ал 420-ны 20-ға бөлсек, және 1-ге бөлу керек екен. 1-ге кез келген санды 1-ге бөлсек те, көбейтсек те сол санның өзі шыққандықтан бұл да тең. Яғни екі жақтағы амал бірдей, 420-ны 20-ға бөліп 1-ге көбейтіп жатырмыз бұл жақта. Кейінгілерінде соған қарап істейміз. Дәптерге осылай өрнектеп жүрген 523-ге 241 және 522-ге 241. 523 көбейту 241-ді көбейтетін 126.043 болады. Міне астына бәрін көбейтіп жазып бардым. Одан кейін 892-ні жаңа ғана айтып өттік. 6 көбейту 2-міз 12 болады. Мына 892 12-ге көбейтсек, бұл да тең. Одан кейін өрнегіміз де тең болады. Яғни 420-ны 20-ға бөліп 1-ге бөлсек те сол санның өзі шығады. 420-ны 20-ға бөліп 1-ге көбейтсек те сол санның өзі келіп шығады. Міне. Кейінгісі 245 бөлу 5 екен, 255 бөлу 3. 245-ті 5-ге бөлсек 49, мынаны бөлсек 85. 85 49-дан артық немесе үлкен. Ал мына жерде 8599-ды 152-ге көбейтуіміз керек, және 152 көбейту 8600 болады. Көбейткіштері екі жақта да бірдей көбейткіші бар, сондықтан мына жерде өз-өзінен белгілі 8599 кем 8600-ден немесе кіші. Міне осылай жазып қойдық. Мен астына көбейтулерін орындап бардым. Ал одан кейін 285 көбейту 4 көбейту 5 дейді. Бұларды да мына жақта да сондай 5 және 285 көбейту 4 екен. Көбейткіштері бірдей, сондықтан бұлар тең. Астына көбейтуін орындап жазып қойдым. 9-шы тапсырма. Есепті шығар. Ұзындығы 12 см болатын авы кесіндісін сыз. Оны теңдей 3 бөлікке бол. Әр нүктеден диаметрі осы бөліктердің әрқайсының ұзындығына тең болатын шеңберлер сыз. Берілген жазып қойдық. Авы 12 см. Міне АБ кесіндісін сыздық та оны тең 3-ке бөлдік. 3-ке бөлетін болсақ, 12-ні 3-ке бөлсек 4 см-ден шығады. 4 см-ден. Диаметрі бұл жерде 4 см-ге тең болған, яғни радиусы 2 см-ге тең болған шеңбер сызуымыз керек болады. Әрбір нүктеден. Міне біз бірінші А нүктеден сыздық. Одан кейін мына бөлінген жердегі нүктеден сыздық. Одан кейін мына жерден сыздық. Осы көріністегі шеңберлер пайда болады. Осымен бүгінгі 126-шы сабақтың барлық тапсырмаларын орындадық. Каналға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.